Мен деген үйдің бәрін жинап тастап, посуда, пол, плюс ұстап бәрін жинап дайындап қойдым. Мынау не тоже атқандайды. Вдруг толғағым келіп қалса деп бәрін жуып дайындап қойдым. Тек енді баланы күтіп отырмын. Ішімнен шыққан. Күнде дайын. Ал достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Нью-Йорк қаласынан сіздерге жалынды сәлем. Көп армандаған, көп жоспарлаған саяхаттарымның бірі деп айтсам болады. Көп мемлекетте болсам да ақш-қа келіп көрмеппін. Өздеріңіз білесіздер, жылдың басында мен виза алдым. 10 жылға осында құрбым тұрады. Біраз ақылдасып, осы даталарға келіп түсті менің демалысым. Ағам келді. Сол ағам келгеннен кейін мама... Білмеймін, негізі любой момент босанып қалу мүмкін дегесінде. Но бала өзім сияқты тыныш, өз-өзімен ұйықтай беремін, өзім сияқты. Всем доброго утра, как у вас дела? Я сейчас нахожусь на данный момент в Бодруме. Очень красивый вид, и мне резко захотелось записать сторис. Но мне нужно на завтрак, оказывается. Сейчас освобожусь и обязательно запишу сторис о том, что про себя. Қарайтын адам бар ғой деп, өстіп қыдырып келген жайым бар. Енді қызықты бір контент күтіңіздер. Көзім кәдімгідей рахаттанып демалып, күшті көңіл күйде жүрмін. Қазір бізде түскі уақыт, Қазақстанда түн болу керек. Саяхатым ұзақ болды, 2 рет рейс ауыстырдым. Жалпы 22 сағатта аман-есен Алматыдан Нью-Йорк қаласына келдім. Баршаларыңызға сәтті күн тілеймін. Бізге енді сәтті күн, сіздерге қайырлы түн. Жақсы сурет күтіңіздер видеомен. Жігітім туған күні. Далада жігітім су шпицаларды күтіп алып отырмын. Қайныніме звондасам, оказывается, мамам, яғни енем де келе жатыр екен. Такая дела. Сонымен отырмын, то есть бәрін күтіп.